Жаман әдеті ең соңынан шығады. Білмеймін, бәріне көмектесіп, багаждарын алып беріп, бірі шыққан кезі болмады. Әдейі бірде қонады десе, біз бір жарында келеміз уже. Біліп алғанбыз. Тез болсайшы, мама. Үлкен қатындарды түсіне алмай өтетін шығармын өмір бақи. Көргенсіз десе нағыз көргенсізсіңдер. Әбден жаман үйренгенсіңдер, беттеріңе қарсы сөйлемегенге, үндемей, ой үлкен апа ғой, ой үлкен кісі ғой деп қоя салғанға. Қоя салатын реті болады, сыйлайтын адам болса. Ал көргенсіз қара битпақ болған кісілерді қалай қоя саласың? Аузына кейін құсып жазып жатыр кешегі видеода, рилста маған. Мен жасап жатқан саудама кедергі жасамаңдар. Сауда жасап жатқан адамның еңбегі оңай емес. Сендер неге андай, неге мынандай деп сын айту оңай, бірақ соны жасаудың өзінің жолы қандай қиын екенін білсеңіздер, олай айтпас едіңіздер. Мен настроением болып тұрған жоқ ше, кәдімгі нервс жетіп тұр, ана комментарийлерді оқып, кәдімгі мазам қашып тұр өзім. Давление болып жүрген кезде одан сайын давление қылады оны адамдар ше. Енді оны қойшы, ладно, ол хуйня. О, бәрі былай тұрсын. Мен подписчигімді көрінемін, 49.900 болды. Құдай қаласа 50 мыңға жетіп қалдық. 50 мың болған кезде кішкене шамалы ақша жинаймын да. Историяда бір 10-15-20 адамға бір 2000 теңгеден ба ойнатам. Күшті нелер істеп. Енді қанша менімен бірге 12 мың подписчиктен бері қарай келатсыңдар ғой. Алла қаласа 50 мың болған кезде сол не қыламын. Күшті бір подарок істеймін сендерге де. По факту шынын айтайын. Негізі демалысқа келген кезде қыздар әдемі лифчик киіп, бүйтіп, күшті загаралып, іздерін көрсетіп тұрады ғой. Мен сөйтіп келген ғой. Бірақ мен ұялам. И всегда контент түсіру ана-мына болғаннан кейін, көкірегімді салбырап тұрғаны мен үшін өте ерсі. Мынау андай тырыстырып, жабыстырып, ештеңе көрсетпейді, майк сияқты жүре бересің ше. И осы маған нормально. И сторисқа шыққан кезде де кішкене ассалаумағалейкум деп шығаласың да, ұялмайсың ше. Мен үшін ерсі, басқа үшін нормально шығар енді. Бірақ сұрамаңыздар менен, көкірегің қақта деп. Көкірегің қақта, нормально купальник кимейсің ба деген сұрақтар болмасын. Менің жауабым осы. Бізде сағындық. Жазып жатыр ютубта. Айбек Эдуарда. Рахмет. Аман болыңыздар. Жалпы енді қазіргі жастарға не тілейсіз? Қостанайда отырған, жазғы маусымда отырған. Ертерек жұптарын тауып кетіп, үйленсін. Үйленуден қорқады ғой. Неге бұл? Қорқпау керек, жүру керек, өмір бір ағылып беріледі, бәрін көру керек. Жүрек тұтынау керек. Сіз не айтасыз қыздарға? Қыздарға жақсы ер азамат жолығып тұрса, ұстап алу керек. Өйткені туылғаннан бастап біз өзіміз қонақ күткен жақсы көреміз. Үйге көп адам келеді, каждый раз. Солардың ортасында өседі общактың баласы. Бір жағынан ол да дұрыс шығар. Иә, ол да дұрыс. Маған қатты. Сіз де бір еркін жүре бересіз, өз жұмысыңызбен. Өз жұмыстарын тындырып әйтеуір. Қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Сізді көргенімізге қуаныштымыз. Және көрермендер де сіздерді көріп YouTube арнамызда жазып жатыр. Егер де мені көргендеріңізге қуанышты болсаңыздар, реакция қалдырып кетіңіз. В общем, біз ұзақ жолға шығып бара жатырмық. Өмірімде бірінші рет ұзақ жолға шығайын деп жатырмын. Обязательно машинаның май-пай бәрін ауыстыру керек. Дос бала алып келді ғой. GT Oil'ға барайық. Осы жақта барлығы профессионалдар деп келдім. Ауыстырып жатыр уже. Енді браттар көмектесіп, енді жолға шыққан кезде андай постоянно андай отельді бронировать етеміз, ананы бәрін дайындап қоямыз да, бірақ машинаны тексермей шығады екенбіз ғой. Көп машина бұзылады. Сол үшін обязательно жолға шығардың алдында полный бір диагностиканы өткізіп алу керек, достар. Мой вам совет, как автомобилист айтып отырмын сендерге.